Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы басталады. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Мақсатымыз мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Дара және күрделі етістікті табу. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген сюжетті сурет бойынша әңгіме құрау. Жіберілген орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен түзету. Енді 113-ші сабаққа назар аударайық. Мәтін берілген. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп, өзіне өзі: мен қандай ғажап құспын, жерде жүремін, суға жүземін, ауаға ұшамын, мендей құс бар ма екен, дейді. Мұны әтеш естіп, оған: бекер мақтанасың, сен аттай шаба алмайсың, әр істі жаман білгенше, бір істі тәуір білген жақсы емес пе, деді. Бұны жазған Спандияр Көбеев. Тағы бір рет оқып берем. Бір қаз өзенде жүзіп жүріп, өзіне өзі: мен қандай ғажап құспын, жерде жүремін, суға жүземін, ауаға ұшамын, мендей құс бар ма екен, дейді. Мұны әтеш естіп, оған: бекер мақтанасың, сен аттай шаба алмайсың, әр істі жаман білгенше, бір істі тәуір білген жақсы емес пе, деді. Мәтіндегі негізгі ойға назар аударайық. Қаз не істеді? Мен көп нәрсе білемін деп мақтанды. Ал әтеш болса, әр істің басын шалғанша, бір істі жақсылап біліп алмайсың ба, деді. Ал қалай ойлайсыңдар балалар? Әтештің ойы дұрыс па, әлде қаздың ойы дұрыс па? Біздің қазақта жігітке жеті өнерде аз деген сөз бар. Яғни, әр істі, барлық істі де білу керек, өнерлі болу керек, және барлық істі өте жақсы білу керек. Осы мәтінге қандай ат қоюға болады? Ойланып көрейік. Қаз бен әтеш, немесе мақтаншақ қаз, әтештің жауабы деген сияқты әртүрлі аттар қоюға болады. Ал балалар, өз пікірлеріңді ойланып көріңдер. Келесі тапсырмада қатесін тап және түзеп жаз депті. Назар аудара қойыңдар. Қазір оқып берейін. Тоты әдемі құс. Ол Африка, Австралия ормандарында тіршілік етеді. Ал ішінде қандай сөздерде қате кеткен екен? Мұқият қарай қойыңдар. Балалар, Африка және Австралия дегенде П әрпінің орнына Ф жазылады, және Австралия деген кезде ең соңғы А әрпінің орнына Я жазылады. Осы сөйлемдерден күрделі етістікті табыңдар, дейді. Ал етістікке қандай сұрақ қоятын едік? Не істейді? Не қылды? Қайтты? Сонда күрделі етістігіміз тіршілік етеді. Дұрыс, балалар. Тапсырмадағы сұрақтарды басшылыққа ала отырып, балалар, құстар келді, қанатты достар деген тақырыпқа сабақ аяқталған соң дәптерлеріңе жазуға болады. Кім нені қорғауы тиіс? Неліктен? Оларға қандай жағдай жасау керек? Яғни, құстардың пайдасы туралы да жазуға болады. Сендер құстарға қандай жағдай жасау керектігін және неден қорғау керектігін, қалай қамқор болуды білесіңдер. Балалар, мына суретке назар аударамыз. Яғни суретте көктем бейнесі бейнеленген. Осы суретке мұқият қарап отырып, мына тірек сөздерді басшылыққа ала отырып, ауызша әңгіме құраймыз. Көктем, табиғат, күн, аю, орман, борсық, ағаштар. Осы тірек сөздерді пайдаланып, көктем туралы мәтін құрауға
әңгіме құрауға болады. Келесі тапсырмаға қарайық. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Мәтінді оқыған кезде қатеге назар аударамыз. Адамдар ғарышқа ұшуды армандайтын. Бұл арман орындалды. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Қане және етістіктердің астын сыздайды. Бірінші сөйлемде. Етістік ұшуды армандайтын. Қандай етістік? Күрделі етістік. Бұл арман орындалды. Не істеді? Орындалды. Бұл дара етістік. Ғарышқа алғаш рет Юрий Гагарин ұшты. Не істеді? Ұшты. Ал қателерге қарайық. Қателерді таптық па, балалар? Назар аударайық. Ұшуды У әрпінің орнына О жазылады. Және Юрий Гагарин кісінің аты жөні бас әріптен басталып жазылады. Жалқы есімге жататындықтан бас әріптен бастап жазамыз. Дана! Саған не болған? Неге көңілсізсің? Күз келді. Енді күн суытады, жаңбыр жауады. Мен енді жаздағыдай далада ойнай алмайтын болдым. Сол да сөз бе екен? Күз нағыз еңбектің уақыты. Қуанышты кез емес пе? Сен күздің әуенін естігің келе ме? Қандай әуен? Шынымен ештеңе естімей тұрсың ба? Жоқ, ештеңе де. Естіп тұрмын. Бұл күздің әуені емес. Біздің ауладағы дыбыстар ғой. Қане? Не естіп тұрсың? Сауысқан шықылықтап жүр. Иә, сауысқан шықылықтайды. Анау жақта торғайлар шырылдап тұр. Иә, торғайлар шырылдайды. Жеңіл көліктер кетіп бара жатыр. Солардың дауыстары естіледі. Сыпырғының дауысы естіледі. Анау ағай көшені сыпырып жүр екен. Дорбадан алма түсіп қалды. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Енді күзгі әуенді естідің бе? Иә, естіп тұрмын. Сен жаңа ауладағы әрекетті баяндағанда етістіктерді қолдандың. Иә, мен етістікті білем. Олар қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздер. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Иә, дұрыс айтасың. Дана, есіңде болсын. Шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Вики үріп жатыр, күрделі етістік. Қайталайық. Дара және күрделі етістік. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістіктер бір сөзден тұрады, ал күрделі етістіктер екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, түсіп қалды. Түсті. Домалап кетті. Домалады. Сыпырып жүр екен, сыпырады. Сонымен балалар бүгін мәтінмен жұмыс жасадық.
дара және күрделі етістіктерді таптық. Мазмұнды сурет бойынша, тірек сөздер бойынша әңгіме құрауды білеміз. Және сөздерде кеткен қателерді тауып, дұрыс жазуды білеміз. Бүгінгі сабағымыз өз мақсатына жетті. Енді үйге тапсырма. 42-ші жаттығу, 85-ші бет. Сөйлемдердің қатесін түзеп, көркем жазу. 44-ші жаттығу, 86-ші бет. Құстарды қорғау туралы біздің қанатты достарымыз атты шағын мәтін жазу. 45-ші жаттығу, ауызша орындау. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.